Короче, бұл кісі не ғой, видеоға түскісі келмейді. Бетнандай адамдар болады ғой, видеоға түскісі келмейтін сондай адамдар да. Бұл кісі Chang'an CS55-тің иесі, қазір біздің сұрақтарға жауап береді, е? Давай. Қашан сатып алдың машинаны? 2 жыл 3 апта болды. 2 жылдан кейін жауып, 23-ші жыл ма? 23-ші жылы 7 ноябрьда. 7 ноябрьда алдым. Содан бері қалай естіледі екен, бұл жерде естілемей екен? Не жоқ қой бізде, видишь, микрофон. 2 жылда бір жер сынып қалды, тұрып қалды. Жоқ, негізі басында бәрі андай болды. Бәрі адамда бар сияқты, қазір бәріне көпшіліктінде Китай андай, мұндай деген сияқты өздерінің ойында қалыптастырып қалған. Бірақ алғалы бері шын айту керек, ешқандай бір шүкір бір нарекание болған жоқ. Керісінше ондағы комплектация, ондағы комплектация ішінде комфортының өзі көптеген машиналарда, неміс болсын, жапондық машиналар болсын, ондай бағаға алу қиын. Оны көбінше сен Китайдың жапонның машинасын алатын болсаң, кемінде бір 50-60%-ға қымбат болады сол машинадан. Және соның бір маған ұнайтыны, енді қатты машинаны эксперті деп айта алмаймын. Өзім 4-5 машинаны ауыстырдым. Соның ішінде мынау осы бағаға, осы неге келетін әдемі машина. Асты биік, бұлай жүргенде. Одан бәрін өтіп тұрмын салоннан. Ешқандай мәселе туындап жатқан жоқ. Және де көбісі салоннан бар машина ауыстырған кезде андай дейді, май қымбат болатын. Соңғы кезде мен салыстырып көрсем, мысалға мен 30 мыңның айналасында ауыстырам двигательді. Қарапайым өзің барып ауыстыратын болсам, сәлем деген жерлер бар, сол жерге. Онда сондай баға шығады. Одан да көп шығуы мүмкін. И мына машина мысалы мен қазір 60 мың километрге дейін жүрдім. 58 мың шатаспасам сондай бар. Осы жазда мысалы Өзбекстанға барып келдім, туда обратно жүрумен 7 мың километрде жүрдім дейді. Соны жүріп келдім, трассада, шын айту керек, трассада өзін әдемі ұстап. Енді қымбат машинамен салыстыра алмайсың енді трассада не алатын, бірақ өзінің осы бағасына сәйкес әдемі ұстап, тартуы да жақсы, 1.5 көбісі ойлауы мүмкін, андай 1.5 турбо тартпайды, не қылмайды жоқ. Кәдімгідей қалада жүрген кезде де, трассада жүрген кезде де кәдімгідей өзі ойланбай 160-170 ең максималды көргенім, мысалға мен 205-ке дейін көрдім. Тартып тұр. Ондай не қылмайды, қиналмайды. Ходовкасы жалпы, енді өтірік шынын білмеймін, бірақ білгіш дейді ғой, жігіттердің айтуынша ол Toyota'ның несімен, өткені Chang'an сол Mazda, японский машиналармен алдына сборка жасаған. Технологиясы, ходовкасы, кузовы бәрі сол жапондық машиналармен сәйкес келеді. В общем, қысқартып айтқанда сізде ол машина, короче, андай ой жаман машина деп айта алмайсыз. Жоқ, мен қазір мысалы айтып отырмын ғой, 60 мыңға жүрдім ба, мен тағы ойланбай 60 мың жүре алады деп ойлаймын. Онда қазір келесі видеоны сыртқа шыққанда түсірейік де. Жақсы. Көрсет. Ұнайтын функцияларын көрсете саласыз. Біреуден кем, біреуден алда. Бүгін нешесі? 29 қараша, ноябрь. Әлі Астанада қар жоқ. Мынандай әдемі көріністер бар. Мұз қатып жатыр. Бірақ мына ортада қатпаған, ана шеті қатқан. Мына бауырымыздың машинасы жаңа өзі айтқанда 2 жылдан асып кетті. Енді сырты кішкене шаң болып тұр. Бірақ мәселе ода емес. Комплектация Тех плюс, кажется, да? Так. Осындай машина. Қазір ішіне отырғанда қайтадан очкиді өзіне беріп жіберемін, өзі комментировать етеді ғой. Осындай көлік 60 мың жүріп тастаған. Опа. Ал, өзіне берейін, өзі айтып бара қарай. Енді бұның алдында шын айтсам, өзімде менде салоннан шығарған машина болмапты. Өмір жүрілген машина алатын.
Бұл машинада енді Оның алдында не машина? оның алдында менде Corolla болды, Galant болды, Camry болды, Nissan машина болды. Qashqai ма? Qashqai. Сондай машиналар. Енді бір қатты қымбат машиналар емес, қолжетімді машиналар бәрі. Жаңа айтқан сияқты осындай комплектациямен қазір Қытайдың бәрі комплектацияларын жақсы жасады ғой. Подогревінен бастап, таза кожа болмаса да, эко кожа. Мынаның комплектациясына мысалға жақсы нелері, лидері бар өзінің сәйкес. Көлік келіп жатырған кезде бірінші мен ойлайтынмын, ол лидердің қажетіне Возможно, жолда еще көрсете аласың. Сонда мен ойлайтынмын, бірақ менде бір-екі момент болды, екі-үш рет байқамай қаласың, енді алаңдап кетесің бір неден. Бұл лидер артына машина келіп қаласында соны притормаж істеді. Қатты сигнал береді. Келе жатырған кезде аяғың постоянно сен тормозда тұрады, былай қозғалған. бір секундтың өзі рөл ойнайды екен, себебі мынау пешеход шығып қалған кезде, или болмаса пешеход жанынан кетіп бара жатқан притормаж істеді. Байқап тұрады. Иә, байқап қалады. Оның өзі былай қарасаң жақсы, бірнеше көп жерінде, 3-4 жерінде спасать етті. Содан 360 камера, енді дауысына орысша команда беру керек. Қытайша команда болатын көп затты орындайды екен. Мына орысша команда берсең терезені ашады, люкті ашады. Иә, оның бәрі көп қолданбауың керексің, бірақ ол приятно, былай жағымды, былай өзіңе қолданып не қылғанға. Сосын жаңа айтып отырғанымдай, 1.5 мен ойлайтын, 1.5 аз болады деп. Бірақ қалада жүргенде, трассада кәдімгідей проблема жоқ. Сонымен қоса, маған бір ұнағаны, қалада жүрген кезде 8 литрдің айналасында, былай, мен активно жүрем негізі, 8 литрдің айналасында бензин жейді. Расход. Иә. 100-ге, да? 100-ге, иә. А былай, тиянақты, спокойно дейтін болсаң, 7-7,5-ға соған келеді. 200-ге дейін анық алады, арғарайда басу болады жер, мен ондай бір рисковать етіп көрмедім. Мен ана негізі жалпы Қытай машиналарын қарап жүрмін қазір. Ең бірінші маған визуально ұнаған Haval H6 бар ғой, арты бүйткен. Білем. Бірақ мен көп адамдармен жаңа сен сияқты сөйлесіп келеді ғой, жұмыстастар, коллега, офиста бір жерде. Олар айтады да, жаңағы брат, расход қандай дегенде 17, 15 деген нәрселерді айтады да. Менің ойымша қазір бензин 300 теңгеден жоғары тұрған кезде 17 литр деген ол Lexus 350 деген сияқты V6 машиналардың двигателімен бірдей расход қой. Сондықтан мен ол Haval'ды сразу сызып тастадым да өзім спискімнен. Да, визуально орысша айтқанда красивая машина там, но что-то расход слишком большой. Не, мына жерде қарасаңыз, мен 8-де 1 жетіп тұр. Мен объездноймен көп жүрем. Былай қарасаң, нормально тапить етесің да, былай қаланың ішінде активны. Мысалы қазір жүргенім объездноймен немен жүргенім көзінде. Жақындасың. Не, 8-де 1 деп тұр неке. 8-де 1 жеп жүрдім. Мен трассада жүрдім. Трассада мысалға 145 рұқсат береді ғой, Астана Алматыда. Километр сағат жүрген 145 пен ұстап жүргенде 150-ге сәл кетіңкірейді, бір кезде сүрінкет. Соның өзіне где-то мен 9-9.5 сондайға дейін барды. Оборот үлкен кезде. Оборот қатты басқан кезде. Сол бәрі 8-9 қатты неғаны, болмаса 7-7,5, 8-дің айналасында. Мен ойымша жақсы расход па? Иә, және бір не қылған, енді біреулер айтады, мына жерде 92 рұқсат берілген бензин құюға. Біреулер айтады 95 құю керек, бірақ мен алғалы бері 92 құйып жүрмін. Тоғыға барып жүрмін, жаңағы мастерлар бар, қарайтын, олардан сұраймын. Олар айтады, сол проблема жоқ. 20 адамның 18-19 сол 92-ні құйып жүр. Проблема моторында робот, коробкасында да басқасында да бір проблеманы көрмеппін. Менде сізде мұнда нақты нені көрсете қойшы? Расход, нені? Километраж. Қанша жүрген машина? Қазір километражды көрсетейін. Промежуточный. Не? 57.104. 57.104. 57.104. Уже машина былай қарап тұрсаң, енді 100 мың емес, бірақ 100 мыңның жартысын. Иә, енді мен айталам, мысалға, мынау 3-ші қыс келіп жатыр да, 2 жылдың ішінде енді машинаны нақты білуге болады деп, тынбай өзім айдап жүрмін, не қылып жүрмін. Былай өзіме шын айтқанда қалаға бір әдемі кроссовер, иә, мынау 4EV емес, бірақ біздің мысалы қаланың ішінде 4EV қаншалықты қажеттілік деп ойлайсың да.
қаланың сыртына шығып неге Боровой жаққа барып келдім. Одан кейін Боровойдан шығып жаңағыдай жолсыз жерлер болады ғой. Енді жолсыз дегенде қатты не емес. Топырақ жолдар, солардан жүрдім, шөптердің арасымен. Одан кейін мына Ақкөл не істей береді? Ақкөл жаққа барып та мен жүрдім. Былай ондай ешқандай шын айтқанда енді бір көңілім толады бұл машинаға. Енді мен өзім от первого лица дейді ғой, жаңағы өзім басым өткенді айтып отырмын. Себебі мына машинаны бүкіл шегесінен көрдім, қарадым. Шындығын айту керек, мысалға осы 57 мың жүрдім, иә. Жаңа айтып отырмын мен андай бір үлкен кісілер сияқты ақырын бүйтіп айдамаймын, бірақ газ басып та былай да активно айдаймын. Колодкасын әлі ауыстырған жоқпын. 2 жыл болды, мысалы 57 мың жүрдім да. Сервисте көрді ма? Сервисте постоянно көреді, олар ана мен қағаздары бар, көрсетіп отырады, қашан ауыстыру керек екен бар, минимально қанша болу керек екен. Соның өзінде менде әлі бар. Ол жерде жігіттерден сұрағанда айтады, қазір сен 57 мың жүрсең, мына жерде былай 360 камера лас болып тұрады. Сонда олардың айтуы бойынша тағы осындай болмаса да бір 30-40 мыңдай жүре аламын. Егер осы барыста болатын болса, тағы былай қарағанда 100 мыңға жақындаған кезде колодкасын ауыстырайын деп тұрмын ғой. Жақсы. Иә, енді жаңа мына жерде көрсетті. Қасында кетіп бақтан машиналардың бәрін. Иә, мына жерде лидармен көрсетіп отырады мынандай. Осы Тех Плюс комплектациясының несі жаңағы осындай нелерді лидары бар. Бәрін байқап отырады. Иә. Техтің айырмашылығы мына максимальный комплектацияның онда лидары бар, сосын жоғарысында панорамасы бар люкпен бірге. Одан төмен комплектациясында панорама жоқ, люк бар. Несі де жоқ сияқты, техтің несі. Жаңағы голосовое управление, лидар, сол нелері жоқ. Бірақ енді жалпы мына машинаны мен өзі тексерген кезде оцинковкасын тексергем. Бірден сразу барып. Оцинкованы кузов. Ол да былай қарасаң плюс деп ойлаймын. Мысалы менде Qashqai болды, Qashqai оцинкованы емес. Кішкентай жырық түссе жаңағында бір шірік несі басталады да. Былай қарасаң, иә, ржавчина. Былай қарасаң енді Nissan дейміз да, японец деп, бірақ оның өзі рөл ойнайды. Бұл да мысалға оцинкованы кузов уже. Рульда басында бір өзгеше болып тұрған, бірақ қазір үйреніп кетті қолда былай. Иә, мына жер қызық. Иә, бірақ бір-екі күн айдағаннан кейін үйреніп кетесің болғанда. Енді қазақша обзорлар көп емес шығар, сондықтан біз мен ойым ғой просто саған өз-өзіңді түсіргің келмесе де, хотя бы былай от первого лица комментировать ете сал. Иә, енді ол да қызық, енді өмірінде бірінші рет мынандай не беріп тұр екен, комментарий. Запись да, баспаға түсіріп не қылып отырған. Жалпы бұл машинаны шатаспасам, қазіргі жақсы өтіп тұрған машиналардың марканың Чанганның ішінде осы ең көп сатылатын осы сияқты. Сосын бір момент болды, қыста менде өткен жылы мына дөңгелектің оң жағында бір андай звук шыққандай болды, ақырын жүрген тоқ-тоқ дегенде бар ғой. Посторонний звук. Иә, кішкентай бір. Оны не қылсам, оказывается, атым ұмытып қалдым бірдемен. Соны бір майлап жіберу керек те, силиконный емен. Соны істеп жіберді, сонымен кетті ол. Проблема бір звук посторонний пайда болды. Сен сервисқа бардың, андағы бала кішкене майлап жіберді. Содан кейін ол проблема жоқ уже. Иә, жоқ, оны болды. Ол да өте бір қиын зат емес ол. Ол проблема емес, ладно. Иә, сондай моменттерден болды. Ол любой машинада болды. Иә, бағана айтқан сияқты мен мысалы жол трассаға шығып не қылып келдім. Одан кейін Өзбекстан территориясында болдым, біздер сияқты жолдар не тегіс жолдар да бар, сосын жолдар сапасы төмен жолдар. Төмендеу жолдары бар екен, кочкілерді ұстап не қылып мен ойладым, ана ходовкілерінде мысалы шаршаған шығар деп бар ғой, сөйтіп барып келдім де мында тоғаға кіргіздім де, тексерткен кезімде нарекание жоқ. Енді көбісі айтуы мүмкін, олар өздерінің үшін не қылады. Жоқ, мен сол келген кезде мен ішіне кіріп, ана несі бар, тоғың ішіне кірсең, сенімсіз болсам айтып болады, мен қарап тұрам деп бар ғой. Соны кіріп, сұраттырып, бүйтіп кәрма, және өздеріне ескертіп, егер мен басқа жерде тексерем, дұрыс болмаса. Ол деген нағыз сенбейтін болсаң, бір өзің бір источниктерің бар ғой, соларға да баруға болады, бірақ тексеріп жүрші. Иә, сосын жүрген кезде де белгілі ғой, шаршаған. Босап қалады, алып шығады. Сонымен бәрін тексертіп қарап көрдім. Былай қарасам енді мен өзім көңілім толады. Неден, давай Казгюадан солға кетейік, потому что ар жағынан солға болмайды. Иә, ар жағынан өтіп кетуім. Былай қалаға әдемі машина. Бір несі 95 қоятын машиналарды несі бар да, октановый. Иә, 95 қоятын, бірақ 95 бізде мысалы ол мемлекеттен субсидия жасалынбайды оған. Оның бағасы көтеріледі. 92 субсидия не алады. Және ол бәр жерде бар да, қол жетімді. Көп таралған. То есть бұған 92 қоя берсе, 92. сен, короче,
қанша айдап жүрсің, содан бері 92 қойып жүрсің ғой. Иә, мен 95 бір ретте 2 рет құйған шығармын Мен болған. білмеймін 90 бұны мінсем 92 құям ба құймаймын ба. 95 құятын шығармын. Тем более сен айтып отырсың ғой, расход бір 8 литр деп. Жоқ, иә, ол Сенде смешанный цикл, да? Трасса қала. Трасса объездоймен көп жүремін мен күнде. Қалың бұл сөйтемен. Смешанный цикл. Менде проблема несі жоқ. Енді жаңа айтып отқан сияқты, жаңа сервиске барған жігіттердің менеджерлерін сұраймын, олардың айтқанында сол жаңа 20 адамның бір 18-19-ы сол 92 құяды. Енді давай саған бір сұрақ қойайық. Осы машинаның ұнайтын 3 нәрсесі. Маған бірінші кезекте енді дөңгелегін көрсетші. Иә, дөңгелегін көрсетіп тұр, былай қарасаң мына жағына тұрады. Пауэр тұрған көзі құрады. Ол ыңғайлы екен, біреу тұрма, мысалға кішкентай. Иә, бар жерді қарап жүруге болады, не болады деген сияқты. Жақсы екен. Үшеуден ең бірінші маған дизайн ұнады. Дизайн это на вкус. На вкус. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Одан кейін асты биік ұнайды. Биіктік. Иә, ол да рөл ойнайды. Одан кейінгісі маған тағы бір ұнағаны бұның максималды комплектациясында көп зат бар, басқа машиналармен салыстырғанда. И обслуживаниеде, енді қызмет көрсетуде сервис нелерден сұрастырғам жеңіл. Былай қарасаңыз, японецтермен технологиясымен жасалған машина ғой. Қарапайым тілмен алғанда. И сосын эконом. Экономичный. Оның үшін 92 құйға болады. Ол да рөл ойнайды деймін, себебі мен Qashqai'да жүрген кезде Nissan Qashqai ол жерде 95 көрсетілгенді, 95 құятын. Ол кәдімгідей ол иә, ол да 1.2 турбо болды менде. Бірақ ол соң өзі ақша жек кетеді былай қарағанда. В общем, біздің бауырымыздың 3 емес 5 плюс шықты. 5 плюс. Сосын мына эко-кожаны айтып отыр ғой, эко-кожа анау деп. Бірақ материалға қарағанда эко-кожаның жақсысы, енді бала-шаға бар ғой көп адамда. Бірдеме төгіледі, бірдеме істеледі. Иә, шашылады. Соны аласың да бүйтіп сүртіп жүресіз ызғар трактормен. Қолайлы бар ғой. Менде мысалы бұрынғы машиналарымда мата болды. Ол бірдеме тисе оны жууың керексің, короче. Және оны жуғаннан кейін сплошной бәрін жуып шықпасаң, ана жер сол дақ болып қалып қояды. А мына жерде тамызады ма, бірдеме төгілуі мүмкін, сүртіп жүріп кете бересің. Өте жақсы, рахмет бауырым. Осындай неге қазір мен бірдеңе монтировать етіп, сосын интернетке салам. Сіз қарсы болмасаңыз. Жоқ, проблема жоқ. Адамдар көріп жатса, пікірлерін қалдырар. Иә. Жоқ, егер тағы да қандай да бір комментарийде неде сұрақтар болып не қылып жатса, ары қарай да оны қарастыруымызға болады. Егер басқа тағы бір сұрақтары болатын болса, ол сұрақтарға жауап беруге, болмаса машинаның басқа жақтарын қарауға. Осы видеоны саламыз, если бұл видеодан тағы да сұрақтар туындап жатса, екінші часть тағы түсіреміз, да? Проблема жоқ. Все, онда рахмет, үлкен. Енді осы жерде тоқтата берсін. Иә. Құрметті көрермендер, қараңыздар, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Колокольчикке басып қойыңыздар сосын.